Қайырлы күн оқырмандар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге түсіңізде қан көрсеңіз қандай мағынаны білдіреді, сол туралы толық ақпарат беретін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Видеоны бастамас бұрын каналға жазылып өтуді ұмытпаңыздар. Каналымнан бұдан да басқа түрлі түс жоруларды таба аласыздар. Қан туралы түстер шығын мен ауру сырқаудан да мол пайда мен көмектен де хабардар етуі мүмкін. Мұндай түске байланысты уайымды дұрыс жору арқылы сейілтуге болады. Ендеше танымал түс жорулардың еңбегіне сүйеніп адам түсінде неге қан көруі мүмкін екенін, ол нені білдіретінін анықтап көрейік. Миллердің түс жорамалы бойынша қан жағымсыз белгі. Адам түсінде жарадан аққан қанды көрсе, ондай түс үрейді, ауру сырқауды, қызметтегі мәселелерді білдіреді. Киімдегі қан түс көрушінің мансабын құртқысы келетін қызғаншақ адамдардың айла шарғысының белгісі. Жаңа таныстарға сенбеңіз және барлық нәрседе интуицияға сеніңіз. Қолдағы қан нені білдіреді? Қолдағы қан сәтсіздікті білдіреді. Оның алдын алуға, істегі реттілік пен денсаулыққа жіті көңіл бөлу көмектеседі. Лофтың жоруы бойынша қан туралы түстер жағымсыз жаңалықтар мен оқиғалардың хабаршысы деп санайды. Егер адам түсінде дұшпанының денесіндегі қанды көрсе, онда жеңіске жетеді. Символдың негізгі түсіндірмесі әл қуаттың азаюы, қаржылық қиындықтар, рухани дағдарыс немесе өмірлік мақсат мұраттың жоғалуы. Қан туралы түстер туыстық қатынастарды білдіреді. Түсте қан мен сурет салу, қан үшін құрбандық шалу жораларына қатысу, оккульттік ғылымға деген қызығушылық оянатынын білдіреді. Нострадамустың түс жоруы бойынша қан өмірдегі елеулі өзгерістерді болжайды. Түстік контекстке байланысты жору қажет. Адамның өзінің үстіндегі қан жақын туыстардан жаңалық болатынын білдіреді. Түсінде қан кету уақытша жалғыздықтың белгісі. Адам түсінде басқа адамның үстіндегі қанды көрсе не болады? Біреудің қанын төгу мәселелерді шешуде бейқамдықты білдіреді. Егер адам түсінде жақын адамынан қан кетіп жатқанын көрсе, түсіне кірген адамның эгоизмнен зардап шегіп жүргенін білдіреді. Қанға малынған жер жаһандық сынақтар мен қақтығыстарды білдіреді. Фрейдтің пайымдауынша, терең ұйқы фазасында адамның түсіне бұрын өтіп кеткен оқиғалар кіреді, ал жақында болған жайттар таңға жуық кіреді. Қан туралы түсті нақты қашан көргеніңізге мән беріңіз. Бұл болған жайттарды талдауға және қорытынды жасауға көмектеседі. Хассеннің пікірінше, ашық түсті қан шаттық пен позитивті білдіреді. Ұйыған қан ауру сырқаудың белгісі. Егер адам түсінде соғысып жүріп біреудің қанын төксе, немесе оны сырттан бақылап тұрған болса, негізсіз асығыстықтан туындайтын қиындықтарға тап болады. Түсінде қан ішу жақсылықтан үміттенуді білдіреді. Жерге төгілген қан бақыт пен сәттілікті білдіреді. Ал көп қан нені білдіреді? Егер адам түсінде қанда жүзіп жүрген болса, қиындыққа тап болады. Жануарлардың қаны жоспарлар орындалатынын білдіреді. Ал басқа адамдардың түсіндегі қан ауру сырқаудың белгісі. Юнонаның түс жоруы бойынша қан қуат пен күштің символы. Қан кету маңызды символ. Жақсы мағынасында қан кету жақын арада жақын адамға көмектесетініңізді білдіреді. Жағымсыз мағынада қан түс көрушіге деген басқа адамдардың қара ниетін білдіреді. Тілден, көзден қорғанып жүріңіз. Филоменнің түс жоруы бойынша қан кету қиыншылықты білдіреді. Әсіресе оны тоқтату мүмкін болмаса, бұл ұйықтап жатқан адамды шаршатып, әлсірететін, ұзаққа созылатын аурудың хабаршысы болуы мүмкін. Адамның түсінде мұрнынан қан кетсе, сырқатты, ал саудагердің түсінде мұрнынан қан кетсе, жағдайы қиындайтынын білдіреді. Бойдағы ер адам қан көрсе, көп ұзамай үйленеді. Ерлі зайыптылар үшін түсіндегі қан татуласуымен аяқталатын жанжалды білдіреді. Ванга үшін қан туысқандықтың символы болып саналады, және онымен байланысты барлық түсіндірмелер туыстарымен немесе жақын адамдарымен байланыстырылады. Түсінде құрбандық шалып қан көру түс көрушінің жақын адамын ұятқа қалдыратынын білдіреді. Бұл жағдайда басқа адамдардың интригаларының құрбандары болмау үшін дер кезінде тоқтау маңызды. Түсінде қанды көру жанжалдың белгісі. Қанға боялған киім абыройдың төгілуі. Қанды тоқтатуға тырысу, қайтыс болған жақын адамын сағыну. Адам түсінде қан көрсе, ол жақын адамдарымен ара қатынасына сызат түсетінін білдіреді. Дегенмен мұндай түсті контекстке қарай жору керек. Ол үшін бірнеше түс жорушының тұжырымын салыстыра келе бір қорытындыға келген абзал. Бұл ақпараттардың барлығы ғылыми жазбалардан алынған. Үнемі айтып өтетінімдей, түс түлкінің боғы. Қандай түс көрсеңіз де түсіңізді тек жақсылыққа жорыңыз. Бүгінгі берген ақпаратым осымен аяқталды. Видео ұнаған болса лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіп, каналға жазылып өтуді ұмытпаңыздар. Жоғарыда тұрған қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жаңадан жүктелген видеоларды алғашқылардың бірі болып көретін боласыз.